Мен Мұқашева Гүлнар Қорғанбекқызы, Жамбыл облысы Қордай ауданы Қордай ауылының номер 4 Балжан Бөлтірікова атындағы мектеп-лицейінің бастауыш сынып мұғалімімін. Тәлімгерлік ұзақ уақытқа созылатын, тәлімгер мен тәлім алушы педагог арасында сенімді жеке тұлғаға бағытталған қарым-қатынас үдерісі. Сонымен мен 27 жыл еңбек тәжірибемде бірнеше ізбасар тәрбиелеп, кәсіби өсіп дамуына жол сілтеп, маман ретінде қалыптасуына қол ұшымды барынша тигізіп келемін. Ұлы педагог Макаренко менімен 10 шақты жас мамандар жұмыс істеді. Сондағы көзім жеткені, жоғарғы оқу орнын қаншалықты жақсы бітірсе де, қаншалықты талантты болғанымен, өз тәжірибесінде үйренбейінше ешкім жақсы ұстаз бола алмайды. Менің өзім де бұрынғы педагогтардан білім жинақтадым дейді. Ендеше әр жас маманның маман ретінде қалыптасуына тәлімгерлік көмек әбден қажет. Тәлімгерлік қызметінде байқағаным, алдыңа келген жас маман иесінің мамандығын қаншалықты шын жүректен таңдауына байланысты. Себебі ұрпақ тәрбиесін саналы таңдап келген адам ғана осы ұлы мамандыққа шыдап, мектеп қабырғасында таңын атырып, күнін батыруға дайын бола алады. Жас маман жаңа түскен келін іспеттес, бетін кім ашса соғыстық демекші, кім оны енесінше баптап, жөн сілтеп отырса, соған ұқсауға тырысып, толығымен соның тәрбие тәжірибесін алады. Тәлімгерлік жұмыстың басты мақсаты жас маманның кәсіби психологиялық бейімделуіне көмектесу, оқу-тәрбие қызметін ұйымдастыру жұмыстарына әдістемелік көмек көрсету, жас маманның шығармашылық өсуіне жағдай жасау, үздіксіз білім алу мен ынталандыруды дамытуына бағыттау. Жас маман еңбек жолын бастағанда ұстаз ретінде қалыптасудың 3 кезеңін бастан кешіреді. Бірінші жылы дипломды болған жас түлек мектеп табалдырығын аттағаннан кейін оқудағы алған білімін тәжірибеге асырып, өз мүмкіндігін сынаудан бастайды. Екінші жылы даму кезеңіне аяқ басып, кәсіби даму мен тәжірибе жинақтау процесі жүзеге асады. Оқу-тәрбие қызметінде өзіндік стиль қалыптаса бастайды. 4-5 жылға ауғанда жас маманның еңбек жолында жүйе қалыптаса бастайды. Әрі қарай кемелдену кезеңінде өзіндік даму, жаңа педагогикалық технологияларды сынау, тиімдісін таңдау, озық тәжірибелерді меңгеру басталады. Сондықтан осы кезеңдерден өту үшін жас маманмен жасалатын жұмыс жоспарын тиімді құра білу керек. Жас маманмен жұмыс жоспарын құрмас бұрын оның кәсіби дайындығы мен теориялық білімінің деңгейін анықтау мақсатында сауалнама алған дұрыс. Сауалнама нәтижесіне қарап, жас маманмен істелетін жұмыс мақсаты айқындалып, іс-шаралар жоспары жасалады. Жұмыс жоспары әрине жас маманның олқылық көрсеткен тұстарын коррекциялаудан басталып құрылады. Сауалнама нәтижесінде жас маманның жеке деңгейлік тапсырмаларды ұйымдастыру, әдіс-тәсілдерді тиімді таңдау, пән бойынша бағдарлама мен күнтізбелік тақырыптық жоспар жасау, құжаттармен жұмыс, ата-анамен жұмыс, сабақ жоспарын жасау, сабақтан тыс шараларды ұйымдастыру сияқты қиындыққа кездесетіні көрінді. Міне сондықтан бізде алғаш қадамымызды 1-ші жылы қарапайым осы мамандықтың ерекшелігін ұғынумен, баламен, ата-анамен, ұжыммен, әріптестермен, мектеп тәртібімен танысып, адаптациялық бағыттағы жұмыстармен, қарапайым сабақ құрылымын сақтаудан, сабақ уақытын рационалды пайдалануды, әр балаға жеке қатынас жасауды, мектеп өміріне белсене араласуды, тәрбиелік іс-шаралар мен ата-аналар жиналысын жүргізуді, жазба жұмыстарын жоспарлау мен дәптерді дұрыс тексеруді, кері байланыс жасау арқылы өзінің жіберген олқылықтарын түзетуді үйренуден бастадық. Бұл жоспар
педагогика, психологиялық, тәлімгерлік, әдістемелік, сыныптан тыс бағыттарда жүргізіліп, көбінесе сабақтарға қатысу, семинарлар ұйымдастыру, дөңгелек үстел барысында кеңестер арқылы жүзеге асты. Жас маманның сабағына үздіксіз қатыса отырып, оған беріліп отырған бағыт-бағдар нәтижесінде ол сабағының толық қожайыны бола алуды үйренді. Оқушылар да сабақта белсенділік танытып, нәтижесі көріне бастады. Жас маманға математика және қазақ тілі дәптерлеріне қойылатын бірыңғай орфографиялық талаптар сияқты дәптердің сыртын біркелкі толтыру, қазақ тіліндегі жазба жұмыстарды хаттау, бастауыш сынып мұғалімдерінің таза жазу уақытын дұрыс пайдалану, үздіксіз жазу нормасы, математика дәптерлерін дұрыс жүргізу жаднамасы, есеп шығару кезіндегі алгоритмді дұрыс қолдану сияқты қарапайым түсініктерді енгізуден бастадық. Осы қадамдарды жүзеге асыру барысынан кейін түрлі байқаулар мен конкурстарға, жарыстар мен олимпиадаларға нәтижелі қатысуына бағыт-бағдар беру, оқушыны дайындау, өзінің жинақтаған іс тәжірибесін көрсетіп, өзін шыңдауына жағдай туғызды. Сол орайда менің тәлім алушым көптеген жетістікке жетті. Ол, атап айтатын болсақ, аудандық жас мамандар конкурсынан жүлделі бірінші орын иеленіп, сонымен қатар оқушыларын түрлі олимпиадалар мен конкурстарға қатысып, көптеген нәтижеге жеткені тағы бар. Дүниедегі мамандық атаулының төресі ұстаздық дейтін болсақ, осы бір көнеден келе жатқан ескірмейтін мамандықтың тағы бір шеберін шыңдауда менің де кішкентай үлесім барлығына шексіз қуанамын.